Сәлем достар, бүгінгі видеода жігіттердің болашақ жары жұмыс жасағаны дұрыс па, әлде бұрыс па, соны білетін боламыз. Кеттік. Ассалаумағалейкум, атың кім, нешедесің? Есімім Мейрамбек, 18 жастамын. Сен болашақ жарың жұмыс жасағанына қалай қарайсың? Негізі ер кісі өзі отбасын асырайтындай жағдай болса, жұмыс жасаған негізі дұрыс көрмеймін. Өзім анамды да жұмыс істеткізбеймін, өзім асырауға тырысамын. Соны не себептен? Әйел кісі үйде отырған қалай? Жұмыс істеген, бала-шаға қарап. Дұрыс айтасың. Рахмет. Ассалаумағалейкум, атың кім? Асылжан, Жасың нешеде? 24-те. Жарыңыз жұмыс жасағанына қалай қарайсыз? Жұмыс жасағаны мен нормально қараймын. Ешқандай бір ондай возражение жоқ менде. Егер дұрыс бағытта, сол шариғаттың көлемінде егер жұмыс жасайтын болса, болады, конечно. Не себепті оған қарсы емессіз? Не себепті мысалы? Енді баяғыда 19 ғасырдағыдай бір әйелді үйде, еркек түзде деген не емес. Қазір 21 ғасыр бірге дамып, бір бағытта, бір сферада болмаса бір көлемде, бір деңгейде сөйлесе, бір деңгейде ойлай алсаң жақсы. Сол кезде отбасыда берекет, отбасыда бір құндылық сақталатын секілді. Екінші жағыңызға шығады. Иә, екінші жаққа. Сол секілді ғой. Рахмет. Есімім Бағдәулет болады. Нешедесің? 23-те. Не жұмыс жасайсың? Біз турагентство tur.trend деген сайтта жұмыс жасаймыз. Жұмысқа 3 жылдан аса уақыт болды. Болашақта жарың жұмыс жасағанға қалай қарайсың? Негізі келісемін, иә, әркім өзінің бір жары өзіне көмектесіп, бір-бірін сыйлап, түсінсе, ол ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Молодец. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Атың кім? Бақжан, Нешедесің? 22-де. Не жұмыс жасап отырсың? Жеке кәсіпкер ғой. Сен әйелің, болашақ әйелің. Жұмыс жасағанға қалай қарайсың? Жоқ, қарсымын деп ойлаймын. Не себепті қарсысың, өз ойыңды айтып жүрсің? Негізінен әйел адам жалпы үйдің тірлігіне арналған деп ойлаймын. Егер де экономикалық жағына қиналыс болып жатса, көмектесуіне мүмкін. Жасауына мүмкін да, үшін жұмыс істеуіне мүмкін. Рахмет. Жігіттердің ойын білдіңіздер. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер.